18 қазанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, бүгінгі күн айтатын ойыңызды нақты жеткізіп, кез келген сөйлесу немесе кездесулерді ойдағыдай өткізуге болады. Тек қобалжымауға тырысыңыз. Сенімсіз болу арқылы алдыңыздағы адамның сізге деген күмәнін туғызасыз. Кейбір адамдардың сіз туралы пікір өзгеруі мүмкін. Егер өзіңіз қаласаңыз, бүгінгі күні жаңа адамдармен танысып, жаңа байланыс орната аласыз. Күннің екінші жартысында кішігірім үзіліс жасап, қалаған жеріңізге барып, жүйкеңізге тыныштық сыйлаңыз. Осындай сәттердің арқасында жақсы идеялар келіп, өзіңізді мазалап жүрген мәселелердің шешімін табатын амалдарды да ойластыра аласыз. Торпақ. Күтпеген жағдайлар орын алып, біраз мазасыздануыңыз мүмкін. Дегенмен де сіз кез келген жағдайдан шығатын амалды дер кезінде таба аласыз. Сіздің тапқырлығыңыз ең қиын деген мәселенің шешімін табуға көмектессе, қиындықтарды алдын ала сезу қабілетіңіз сізге қиындықтардың алдын алуға көмектеседі. Бүгінгі күні сөйлесу барысында бірқатар қиындықтар байқалуы мүмкін. Ең бастысы, өзгелердің көңіліне тиетін ауыр сөздер айтпауға тырысыңыз. Егер өзіңізге айтылып жатқан сын пікірлер ұнамай жатса, оның барлығын тек әзіл ретінде қабылдаңыз. Егіздер, бүгінгі күні ойыңызды да, жан-жағыңыздағы нәрселерді ретке келтіріп, қажетсіз нәрселерден құтылуыңыз керек. Мұның барлығын сәтті жүзеге асыруға сіздің шамаңыз жетеді. Тек жаңа нәрселерді қолға алу барысында бірқатар қиындықтар байқалады. Бұған себеп жаңа бастамаларды бастауға қазіргі уақытта қолайсыз деп санап, ешқандай себеп болмаса да, олардың барлығын кейінге қалдыруыңызда. Жаныңызда сізді шабыттандырып, жігерлендіріп отыратын адамдардың болғаны жақсы. Олардың арқасында бойыңызда сенімділік пайда болады. Бүгінгі күніне түсетін барлық ақпараттарды тексеріп отырыңыз. Сақ болмасаңыз, сізді әлдекімдер жалған ақпараттармен алдап, шатастыруы мүмкін. Шаян. Мақсаттарыңызды неғұрлым ертерек айқындап, соған лайықты жоспарларды дер кезінде құра білсеңіз, бүгінгі күнді ойдағыдай әрі жемісті өткізесіз. Бір шаруаны аяқтамай жатып, екіншісіне көшудің еш қажеті жоқ. Барлық мәселенің жауабын немесе оларды шешудің амалдарын бір уақытта іздестірмеңіз. Не мұнда, не онда нәтиже болмай, уақыт жоғалтып аласыз. Ортақ мақсаттарыңыз бар адамдармен сөйлесіп, жоспарларыңызды пысықтау сіздің көзіңізді ашады. Бүгінгі күні тым шиеленісті болып кеткен қарым-қатынастар жұмсара түсіп, арадағы реніш өкпелерді ұмытудың сәті түседі. Арыстан. Бүгінгі күн жаңа бастамаларды қолға алу үшін барынша қолайлы күн. Сонымен қатар, айналаңыздағы адамдар сіздің кез келген жаңа бастамаларыңызды қолдауға әзір. Егер өзіңіз сенімді болсаңыз, жаныңыздағы адамдардың қолдауынан үміттене аласыз. Жаңа шаруалардың арқасында жаңа танысулар орын алады. Жолыңызда қызықты адамдар жолығып, жақсы әңгімелесулер орын алады. Кейбір арыстандарға ақша түседі. Бұл қаржыны тезірек жаратып жіберуге асықпаңыз. Алдағы уақытта мәселелеріңізді шешуге сақтап қойыңыз. Бикеш. Егер барлығын алдын ала қадағалап, сақтық танытар болсаңыз, бүгінгі күніңіз сәтті өтеді. Өзіңіз қажетті мәліметтерді білмейтін жерлерде тәуекел жасаушы болмаңыз. Жұлдыздар өзгелерге толық сенім артуға кеңес бермейді. Себебі, сенім артып тапсырған адамдар сізді ұятқа қалдырып, шаруаларыңыздың нәтижесі өте нашар болу қаупі бар. Бикештерді көп адамдар дұрыс түсінбей, түсіндіру немесе ақпараттармен таныстыру жұмыстары тым ұзаққа созылуы мүмкін. Алайда, кешкі уақытқа дейін төзімді болуға кеңес береміз. Ал кешкі уақыттан бастап жағдайлар өзгереді, әрі арқаңыздан ауыр жүк түскенде жеңілдейсіз. Тарасы. Таңғы уақытта ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Бұл уақытта оның берер ақылдары сізге көп көмегін тигізеді. Ең бірінші кезекте бұл жеке қарым-қатынастарыңызға байланысты болмақ. Егер өзіңізді дұрыстай алсаңыз, жеке өміріңізде көптеген жақсы өзгерістер орын алуы мүмкін. Сонымен қатар, өткен уақытта орын алған түсінбестік жағдайларында шешімін табудың сәті түспек. Күннің екінші жартысына қарай мазасыз уақыт басталады. Шаруаларыңыз көп болғандықтан, кейбір адамдарды көмекке шақыруға тура келмек. Кешкі уақытқа сізді шаршататын немесе маңызды шаруаларды жоспарламағаныңыз жөн. Демалып, жағдайыңызды жақсартуға әрекет етіңіз.
Саршаян, жемісті күн, бұрындары қолыңыздан келмеген немесе тым көп күш салуды қажет еткен шаруаларды қолға алып, сәтті аяқтаудың сәті түсіп тұр. Бүгінгі таңда сіз өз күшіңізді дұрыс бағалап, жалғыз әрекет етуден қорықпай, өзгелерден озып, өте жақсы нәтижелерді бағындыра аласыз. Кейбір шаруаларда аса күш салмастан дегеніңізге оңай қол жеткізесіз. Бүгінгі күні жаңа нәрселерді байқасаңыз, оларды үйреніп алуға тырысыңыз. Себебі алдағы уақытта сізге мұның барлығы көп көмегін тигізетін болады. Күннің екінші жартысына қарай пайдалы танысулар орын алуы мүмкін. Бұл танысулар алдағы уақытта сіздің өміріңізден маңызды орын алады. Мерген, жеңіл әрі жағымды күн. Көптеген мәселелеріңіз жеңіл шешіліп, ойлағаныңыздан да көп нәрсені атқарып үлгересіз. Қиын сұрақтардың жауабын тауып, бұрындары көп күш жұмсаған шаруаларыңызды сәтті аяқтай аласыз. Оқуыңызда да сәттіліктер байқалып тұр. Пайдалы ақпараттарды жылдам есте сақтап, дұрыс тұжырымдар жасап, шешімдер қабылдайсыз. Ал жаңа нәрселерді қолға алған мергендерді жаңа танысулар күтуде. Жеке қарым-қатынастарыңыз үйлесімді жағдайда болмақ. Жақын адамдарыңызбен сөйлесулеріңіз байсалды әрі ешқандай қиындықсыз өтеді. Талишка, бүгінгі күні қиындықтар орын алуы мүмкін. Және де сізге өзгелердің көмектесе алмайтындығын ескертеміз. Сондықтан да барлық жерде өзіңізге ғана үміт артуға тырысыңыз. Бұл орайда сенімділіктің арқасында біраз жақсы нәтижелерге жете аласыз. Бойыңызда қандай да бір қорқыныш пен күмән болса, оларда неғұрлым тез арылып, батыл түрде әрекет етуге көшіңіз. Бұл жеке өміріңізге де, жұмысыңызға да қатысты. Ең бастысы жан-жаққа ой жүгіртпей, нақты бір нәрсені қолға алып, бастаған шаруаңызды аяғына дейін жеткізіңіз. Сонда ғана еңбегіңіз бағаланып, өзіңізді жоғары бағалайсыз. Су қойғыш, қаржыға және мүлікке қатысты жағдайлардың барлығын сәтті шешуге мүмкіндік бар. Маңызды шаруаларға қатысты барлық жерде ішкі даусыңызды тыңдай біліңіз. Бүгінгі күні сәтті сәйкестіктер орын алуы мүмкін. Бұл орайда қорқынышқа бой алдырмай, батыл қадамға көшуіңіз керек. Әр нәрседен қорқып отыра берсеңіз, келіп тұрған мүмкіндіктерден құр қалуыңыз мүмкін. Жеке өміріңізде жағымды өзгерістер байқалады. Бүгінгі күні жеке өміріңізде орын алатын жағдайлар сүйікті адамыңызды одан әрі жақсы түсінуге мүмкіндік бермек. Балықтар, тыныш әрі шиеленістері аз күн. Уақытыңызды жақсы өткізіп, күшіңізді қайта қалпына келтіріп, қызықты әрі пайдалы шаруаларды қолға алыңыз. Кейбір балықтар бұрындар бастаған шаруаларын сәтті аяқтай алады. Сонымен қатар, өзіңізді де, жақындарыңызды да мазалап келген мәселелерді сәтті шешудің мүмкіндігі туып тұр. Жұлдыздар барлық жерде интуицияңызды тыңдап, оның дер кезінде берер нақты кеңестерін қабылдай алсаңыз, барлық жерде де жақсы нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік бар екенін хабарлайды. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.